Петропавл қаласындағы нөмір 6 мектептің 1-ші сынып оқушылары оқу ұяларының жанында түрлі түсті бояулар арқылы құлаққаптарды шешуге шақырды. Трафаретпен бояулардың көмегімен бүлдіршіндер жоғарғы сынып оқушыларына жолдағы қауіпсіздік туралы ескертті. Мектептің бастауыш сынып оқушылары мектепке үлкендермен бірге келеді, ал ересек балалар өздері келіп кетіп жатады. Жолда құлаққап тағып әнге алаңдайды. Нөмір 2 мектептің алдында да осындай жазбалар жазылды. 7-ші сынып оқушылары құлаққаптың үйде де, түзде де жиі пайдаланылатын құралға айналғанын растады. Акцияны назар аударыңыз, балалар жедел профилактикалық іс-шарасы шеңберінде жергілікті полиция қызметі басқармасының қызметкерлері ұйымдастырды. Полицейлер мектептерде жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша сабақтар өткізді. Балалар жол қозғалысы ережелері туралы сұрақтарға қызығушылықпен жауап беріп, жол қозғалысына байланысты жұмбақтарды шешті. Назар аударыңыз, балалар жедел профилактикалық іс-шарасы аясында бүгін 6-ші мектепте 1-ші сынып оқушыларымен сабақ өткізілді. Бұл сабақта балалардың жол қозғалысы ережелері бойынша негізгі талаптары айтылды және сұралды. Балалар өте жақсы дайындалған. Олармен жұмбақтар шештік, сурет салдық. Балалардың дайындығы өте жақсы және білімдері жақсы бағаланды. Полицейлердің үйден мектепке дейінгі жүретін бағытты суретке салу тапсырмасына 1-ші сынып оқушылары ерекше жауапкершілікпен қарады. Салынған суреттерден бүлдіршіндердің үйге кетіп бара жатып, ғимараттарды естеріне сақтайтыны және көшелерді жақсы білетінін көруге болады. Біз апамен аялдамадан кейін үйге келеміз. Біздің үйдің қасында Көктөбе деген магазин бар. Далада площадка бар. Сонымен қатар балалардың қолында ата-аналары мен мұғалімдері дайындаған бағыт парақтары да бар. Назар аударыңыз, балалар жедел профилактикалық іс-шарасының 2-ші кезеңі 1-30 қыркүйек күндері өтіп жатқанын естеріңізге саламыз. Осы күндер полицейлер балалармен байланысты жол қозғалысы ережесін бұзудың алдын алу бойынша жұмыстарды жандандыруда. Жыл басынан жол көлік оқиғасында 20 кәмелетке толмаған жарақат алды. Индира Ахатқызы, Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз хатшысының көмегімен әзірленді.